Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар және емделушілер. Бізге көптеген сұрақтар келеді. Сол сұрақтардың біріне тоқталып өтетін болсақ, жатыр түтікшесін байлағаннан кейін ашуға болады ма? Біздің өзіміздің практикамызда жатыр түтікшесі байлағаннан кейін ашуға болмайды. Себебі түсіндіріп өтетін болсақ, жатыр түтікшесін байлаған уақытта жатыр түтікшесінің бастапқы бөлігінен, яғни қалыптыда 7-8 см болады. Байлаған уақытта жатыр түтікшесіне екі зажим қояды. Зажим қойған уақытта жатыр түтікшесі басталатын жерден және аяқталатын жерінен. Сол жерден жаңағы турбаның 4-5 см бөлігін алып тастайды. Оны қайтадан қосқан уақытта жаңағыдай урбецтердің орнын ашып, турбаны жалғайды. Қалыптыда жатыр түтікшесі 7-8 см болса, оны байланған жатыр түтікшесін қайтадан қосқан уақытта уже көлемі сантиметр кішірейеді, 3-4 см болып қалады. Бұл уақытта жатыр түтікшесі қалыпты физиологиялық жұмысын атқара алмайды, және де жатыр түтікшесін қосқан уақытта қайтадан жаңағыдай отаның орнында рубецтер пайда болуы мүмкін. Бұл операцияға жаңағыдай емдеушілерге айтарымыз, байлағаннан кейін қайта ашуға талпыныс жасаудың қажет жоқ. Себебі жаңа айтып өткендей, жатыр түтікшесі өзінің физиологиялық қызметін атқара алмайды. Кейде болады жаңағыдай медициналық көзқарастар бойынша, яғни показания бойынша, әйел адам 3 рет или 4 рет кесарево-сечение отасымен босанған уақытта медициналық көзқарастар бойынша жатыр түтікшесін байлап тастайды.